Генерал Асқаровтан Төлеген Момбековтың бір айырмашылығы, бұл кісі домбыраны асықпай тартады екен. Баптелейтін жүйріктей көпке шейін бұғып отырған себебі кейін аңғарылды. Қарабайыр жұмыс істеп үйренген мұғал саусақтарда бірден көсілмей, өнерін ішке бүгіп, ынталы көңілдерді сынағандай ыңғай көрсетті. Жұрт қымыздан қызара бөрте бастаған еді. Басқа желікті күмбірлеген домбыра ылажсыз жеңді. Төлеген мана ұзақтан үзілген кер толғауды тартты. Бұның тартысы бөлек. Күйдің жалпы сарыны, сазы сақталғанымен жеке үйірімдері бебеулеп басқаша есіп кетті. Задында нағыз күйші бір орындағанын сондайлық дәлдікпен қайталамайды ғой. Әбден жаттанды деген құбылыстың өзі әр қырынан құлпырып, төл туындыға ұқсап тұрмақ. Төлеген көңіл күйіне қарай кер толғауды өзінше толғағанда осы шындық еске түсті. Мәжілісті ұйып тыңдаған шебер домбырашы генералдың өзі ерекше елтіп, сүйінішпен сызданып отырды. Қою қасты қабағына ауыр ой оралып шүйіліп қалды. Бақасыз қос күйші тілсіз табысқан сыңайда еді. Осыдан кейін Төлеген сүгірдің тел қоңырын шертіп өтті. Шертіп өтті дейтін себебіміз Төлегенге сабалап тарту жат. Екі шектің асты-үстін бірдей алып, саусақпен шертіп тартады. Шебер саусақтар сылқым домбыраның төсінде еркін ойнақшып, бірде шанақтан, бірде сағадан чалып, шымшып, толғап, ерсіл-қарсыл шертіп, сансыз ызыңды қырық қолдады. Сүгірдің құлынды екі биесі болыпты. Ел Сарыарқаның бергі шетіндегі атақты Жеті Қоңыр жайлауында отырғанда, екі құлынның біреуі қадірлі қонаққа сойылыпты. Сыңарынан айырылған қоңыр құлын екі енені телеміпті. Өгей ене қоңыр құлынды бауырына қанша басса да, өзінің төлін жоқтап кісіней беріпті. Азалы биені аяған сүгір құлынның даусына салып күй тартқанда, бие еріксіз иіді. Тел құлын да сергінің даусын танып шырылғағады. Күйдің басында шалқыған жайлаудың ортасында ыңқылдаған биенің, аяқ шенінде шырылдаған құлынның суреттелуі сондықтан деседі. Сүгірдің көзін көрген қали қарт, тел қоңырдай күй болмаса, мен жылқыдан безер едім, деп көзіне жас алады. Күн түстен ауғанда өнерпаздар қауымымен қоштасуға тура келді. Дәл осы кезде әлдекіммен баяу сөйлескен аудан басшылары: «Ау, Төкеңнің өз күйлерін тартпағаны несі? Бұл кісінің шығармалары пластинкаға түскен. Кей кезде радиодан береді» десті. Кішіпейіл Момбеков төл күй тартуға құлшына қоймады. Арғы жақтан ақжелең желесіп, шөптің басын жыбырлатып жіберді. Бұндай күйде әрине домбыраны үйде сөйлету ләзім. Бірақ оған уақыт жоқ. Төлегенге қолқа салуға тура келді. Жел жақтан орын алған Төлеген домбыраның құлағын қайта бұрап, өз шығармаларын орындауға кірісті. Сарыарқа сапарын, жолаушының жолды қоңырын, елуді, анаманы, қосбасарды асықпай тартып шықты. Бұлардың бәрі кәміл меншікті күйлер. Тек алғашқысы ғана ықыластың қорқытына ұқсап кетеді екен. Соны айтқанда дауласпай басын шұлғыды. Санаға сіңіп қалған сарынның домбырадан өзінше сөйлегені таңсық боп қала берді. Музыка ойнауда саусақтың мәні зор ғой. Төлегеннің етжеңде шымыр саусақтары керемет, дәмді ызыңдар шығарды. Шалдың қолындай қалтырауық емес, қажырлы, қоңды қол домбыра саңлақты емін еркін билетіп барған сайын ашындырып жіберді. Толассыз тартыстың аяғы Қаратау шертпесіне сайды. Домбыра еркелей сыңқылдап, соны әуенге көшті. Өз басым бұндай биязы, жұғымтал шертісті көргенімін. Абай айтқан тәтті күй сусын қандыра бастады. Сиқырлы күйдің белдемшелері ылғи үстіңгі шектен қайырылып, төңкерілген формымен ынтықтырды. Күй бауыр жазып, тәри-тай-тай-тай, тәри-тәри-тай-тайға басқанда іштей қосылып отырдым. Ежелгі Қаратаудың барлық арманын, аңызын бойына сіңірген сазды, назды күй көңілге түрлі ой салды.
күй сүйген абайлар, Ілиястар, Сәкендер менің есіме түсті. Олардың дәл осы секілді көкке аунаған кездері көз алдыма елестеді. Күйші атаулы сыншы Төлеген елтушілерге өте ырза сияқты. Төл Қаратауды бірде шалқытып, бірде қамықтырып, тойындырмас дәмді ызыңдарды ұзақ сапырды. Бипыңдаған майда шертіспен жүрек қылын қытықтап, көңілдің аңсарын ұлғайтты. Күйшінің сарасыз қозғалған денесінен, қызыл шырайлы реңінен не терең сыр аңғарылып тұрды. Қарапайым жанның алғырлығы, сыршылдығы сүйініш туғызды. Қазіргі отырыста Төлегеннің болмысында шаттықта, мұңда бар. Саржайлаудың салтанатына жадыраса, қыстан күйзелген елдің мұңына қат-қабат күйін ортақ қылған сыңайда. Көппен көрген ұлы той болса, күйшінің оған жүрек лебізімен қосылатыны тілмәшсіз түсініктеді. Кешінде домбыра тартылмады. Оған Төлегеннің саусағым қандай деп ағынан жарылған себеп болды. Жазғы кештің ермегі көпте, қызығы өзгеше. Әркім көңіл қалаған адаммен уақыт өткізіп жатты. Мен Төлегенмен оңаша қалдым. Ендіге әңгіме баяу, бейтарап, еркін. Басы бірікпеген сөздің тоқайласатыны тұсы баяғы домбыра. Сені жұрт домбыра тартады дейді ғой. Сол рас па? Дейді Төкең маған. Әншейін алып қашпа сөз ғой. Төкең басын шайқайды. Әй қайдам, сенің екі көзің 10 саусақта болады екен. Өзгелер шертісті бабар қылмайды. Әр нәрсені көзбен көріп, көкейге түйу жазушының әдеті. Қорқыттың күйлерін қайдан білесің? Менің ағам қобызшы болған. Төлеген жымиып күлді. Нәзік жанды сыпайы кісінің шарасыз күлкісі еді. Мен, неге күлдіңіз деп сұрадым. Әншейін бір нәрселер ойыма түсіп кетті. Біраз томсарылып отырды да сөзін жалғады. Өнер ағадан жұқпайды, әкеден жұғады. Тәттімбеттің әкесі Қазанғап домбырашы, Ықыластың әкесі Дүкен қобызшы. Сүгірдің әкесі Әли, ода домбырашы. Сіздің әкеңіз Бапыш, ода домбырашы болған ғой. Төлеген тағы да күлді. Оны қайдан білесің? Мен таратып айтып бердім. Төкең шешілді. Әңгіме тағы да кілең күйшілерге қарай ойысты. Бірте-бірте әртүрлі аспаптар сөз болды. Әрбір күйшінің оң жамбасына келетін аспап бар. Қолымды бұзып аламын деп домбыраға жоламайтын қобызшылар болған. Ықыластың тікелей шәкірті бұрынғай қобызшы Жаппас Қаламбаевтың тіптен бертінде өмірінің соңғы жылдарында домбыраға ауысуында 3 түрлі себеп жатады. Қылқобызды 40 құбылта құйқылжытқан Жаппас күні өткен аспаптың жалғыздығын сезінеді. Баяғыдай қобызшыны қаумалаған жұрт жоқ. Қайта кіржие үрке қарайтын әкімсымақтар бар. Домбыра көпшілікке кең тараған, арнаулы оркестрге негіз болған құрамалы құрал. Осындай аспапқа кексе шағында Алматыда жаттыққан Жаппас бір кезде өз елінде құлағына сіңген сарынды, дәлірек айтқанда сүгір күйлерін қаз қалпында жеткізуді мұрат тұтынады. Бұған сауықшыл елін аңсауы, жастық шақты сағынуы қосылады. Қобыз мұңды да, домбыра сыршыл. Бұның біріншісі көзге жас әкелсе, екіншісі көңілге қуаныш орнатады. Қобызды толғаған қыз жоқ, домбыра толғаған тотай толып жатыр. Мінезі қырсық, шікәмшіл сүгір құлақ күйін 40 қайталап тетік құртқанда, төменірек түсіңіз деп жалынған қыздардың өзі өнершіледі. Саңлақпен домбыра тартысу үшін күйдің ұзын ырғасын көңілге түгел құю шарт еді. Осындайды көзбен көрген, құлақпен естіген Жаппас бұралқы аспапқа амалсыз барады. Қам көңіл қобызшының сахарадай сарғайған сағынышы сүгірдің күйлерін осы дәуренге, біздің буынға жеткізеді. Әлбетте, Жаппастың тартысы сүгірге барабар деп айту қиын, бірақ барға мәзірдің өзі бүгінгі ұрпаққа бұйырған несібе. Жаппастың тұсында жұрттың көбі домбыра мен қобыздан басқаны білмеді.
олардың әлденеше түрі бар екенін және білмеді. Домбыраның ең шағыны жасөспірімді баулуға арналады. Ең үлкені күй тартуға бейімделеді. Орташасы көбінесе әнге лайық. Өргі ағаштан шапқан домбыраның үні булығып шықса, үйеңкейлі шанақ аңқылдағыш келеді. Ұрғаш қарағайдың үні басқа. Ешкінің аш шегінен жасалған шек ұмыт боп, қоңыр әуен жоғалып барады. Байқасаңыз, қазіргі хеткут пен жібек жөргемнің ызыңында айырмашылық бар. Дүкенде сатылатын домбыраның бір кемшілігі пернесінің бір келкілігінде. Дыбысты күшейтетін, анықтайтын жуан пернелер жоқ. Қазақта музыкалық аспаптардың түрі ертеде көп болған. Батырдың дуылғасына ұқсас шың дауыл, сауытқа ұқсас дауылпаз, кәдімгі кепшік жауынгершілік заманның мүддесінен туған аспап еді. Керней сипаттас ұранғандай шіркін. Оның пішімі орыстың рупорынан айнымайды. Біліктілер орыстың урасы ұр деген сөзден шыққан деседі. Сірә ұран деген аспаптан шығып жүрмесін. Музыкалық аспаптың ауысып тұратыны ақиқат. Шаңқобыз Жақұтта да, татарда да, қазақта да бар. Сыбызғы да сол сияқты. Біз оның қамыстан, қурайдан, ұшқат ағашынан және жезден жасалатын түрлерін ғана білеміз. Сыбызғының ұлғайтылған түріндей сылдырмақты, сылдырмақсыз асатаяқ қандай таңсық. Бұлардың бірде-біріне ұқсамайтын жеті шекті жеті қап қандай. Ол туралы халыққа тараған ертегі аңыз қандай тамаша. Кәнігі деп жүрген қылқобыздың түрлері қаншама еді. Үйеңкенің түбінен опырып алған қобызым, қарағайдың түбінен қопарып алған қобызым деген халық сөзі осымен таусылмаған шығар. Ықыластың қобызының аршадан шабылғаны тіптен бертінде анықталды. Одан бұрынғы Құлыншақтың, Күйатасы Қорқыттың қобыздары бізге танық. Ұзын сөздің қысқасы аспап байлығы рухани қазынаға жатады. Біреу күй сандықты ұнатса, біреу скрипканы жақсы көреді. Саттар Ерубаевтың кейіпкерінің мен арфаны ұнатпаймын дегенімен бұл аспап қирап қалған жоқ. 40 түрлі құралдың басын қосқан оркестрде заңғырлаған мыс тарелкада тиісті қызмет атқарады. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбітшілік заманда көне аспаптардың көзі аршыла бастады. Бұл үлкен игілік. Аспап түгіл күй орындаудың нұсқаларын сақтау ләзім. Әбікен Қасеновтың орындауында 1937 жылдар шыққан пластинкалар бұл күнде жоқ. Оның кейінгі тартысы бұрынғы тартысынан көш төмен. Адамша сөйлейтін саржайлау күйшінің кейінгі орындауларында жайылмалау, жылмағайлау. Әбікеннің өзі оркестрге бейімдеткізді деген. Әр дирижердің өз ыңғайы, өз қыры, өз трактовкасы болатыны мәлім. Бұл жағынан келгенде дирижер инсценировка жасаушымен тең. Бірақ шығарма атаулының түп нұсқасы сақталуға керек қой. Менің талғамым ғибрат деу тыс астамшылық болар. Шертпе күй деген не пәле деп үркетін дүмбілез мамандарға қалай ереміз. Шертпе күй деген бар, шырақ. Шертер деген 2 шекті, 3 шекті аспап және бар. Сыр шерту деген сөз бесенеден белгілі. Ендеше сіз неге шертпе күйден қорқасыз? Әлде сізге даңғойлы, елірмелі, тасыр-тұсырлы дыбыстар керек пе? Біліп қойыңыз, какофонияны бұл күнде зиялы қауым жек көреді. Құлақ құрышын қандырып, жүрек қылын шертетін саз керек. Осындай саздың шебері Төлеген Момбеков міне алдыңызда отыр. Бұл кісінің өмір тарихына көз жіберіңіз. Ол Қаратаудың теріскейінде көшпелі елде туып өседі. 300-дің баласы бас қосқан бұл өңір ән мен күйдің алтын бесігі еді. Сауықшыл ел қысы жазы араласып өнер таратсады. Қыз бен жігіттің табан астында айтса кететіні өңірі осы. Және сен айтсаң, мен де айтамын, әуелім жар емес. Суырып салма тапқыр, қағытқыш өлең айтатын жезтаңдайлар көпті. Жиын тойда, әншейін бас қосыста ауыздан шыққан бір ауыз ұтқыр сөз, бір шумақ өлең етекті елге тарап кететін еді.
Осының қатарында шаршы топта домбыра тартысу палуан күрестірумен тең еді. Біржан Салдың домбырасын тартып алған поштабайлар көшпелі елдің сұсынан, үрдесінен қаймығатынды. Жалпақ жұрт жарапазданшыдан қос уыс ұнмен құтылса, күйшіге қой сойып құлдық ұрарды. Төлеген осындай ортада өсті. Ақын сияқты күйшінің де ашынатын, өнер ашатын кезі бар. Төлеген Момбеков Ұлы Отан соғысында жүргенде көп толғанады. Алдыңғы шепте ол шекесінен жараланады. Миына зақым келген жауынгер әупіріммен аман қалады. Елге оралғаннан кейін бірнеше күй шығарады. Оның бұл қалайы өмір қайшылығын бейнелеген терең тебіреніс. Оның қайтыс болған шешесіне, жұбайына арналған күйлері көңіл айтудың күңіренісі. Оның қат-қабаты ғаламат жұтқа күйзелген азаматтық сарын. Оның қосбасары халықтық қазынадан жинап терген, мейлінше байытқан сиқыр шежіре. Оның Қаратау шертпесі де осы сынды дүние. Өмірге екі айналып келмейтін сапалы шығарма. Төлеген күйлерінің ең әсерлісі де осы екеуі. Бұның біріншісін нобайлап тартатындар бар, екіншісін орындаушы жоқ. Тасқа түскен қашаудай Қаратау шертпесінің тозар тозбасы келешектің мойнында. Өнер адамының мақтау сүйетіні мәлім. Шешіле сөйлесек кеп сұхбаттың соңында мен әріптесті мадақтауға көштім. Төкең масайрамады, қайта біртүрлі мұңға шомып, менің көкейім ұзында, тілім қысқа, шежіредей сайраған қаламгерлерге ілесу қайда деп бір қойды. Мен музыка тілінің әдебиет тілінен терең екенін, біз түгіл ұлы жазушылардың өзі осыны мойындағанын айтып өттім. Төкең, әй қайдам деп басын шайқады. Өз қадырын білмейді деген осы, алтынның қолда барда қадыр жоқ дегенде осы. Түнде мен көпке шейін ұйықтай алмадым. Төкең тартқан күй, шерткен сыр маза бермеді. Төкең қорылдап ұйқыға кетті. Күн райы кенет бұзылды. Терістіктен соққан жел күшейіп, аспандағы бұлттар жөңки бастады. Жаз күзге ұласқандай дүние бұлыңғырланды. Тойға тігілген үйлер жығылып, тойхана жалаңаштанып қалды. Некен саяқ салт атты, сабау қамшылы болмаса, аудан атаулы, совхоз атаулы, тіпті ферма атаулы өз үйлерімен, өз сойымы, өз сусынымен келгенін осы арада байқадық. Саржайлаудан 9 жолдың тарауына тарасқан жұрт қимай қоштасып, бірін-бірі қонаққа шақырысып жатты. Осындай мереке Шиелде де, Шәуілдірде де, Сарысуда да болмақшы екен. Соған ресми шақырушылар табылды. Сезінер жүрекке әйелдердің ажырасқаны аянышты еді. Олар келер жазға амандықпен жеткізсін, хош деп көзінің жасын жаулығының ұшымен сүртіп жатты. Менің қимай қоштасқаным Төлеген Момбеков болды. Махаббат күйігі. Отарда жалғыз үй отырған Қамқа баласының хатын күн батарда алды. Қой соңындағы бәлекей келінінің оралуын күте алмай, қозы көштік жерде отырған ферма ауылға жүгірді. Қалшабектің үйіне келгенде көз байлана бастаған. Қамқаның алғашқы сөзі былай болды. Қарсағым, есепші боп жүргенде сүмірейіп үйден шықпаушы еді, әлгі әдірақ алғыр поштабай өзі келмей бір балаға тастап кетіпті. Оқшы қарағымның хатын. Қалшабек 7-ші шырағданның сарғылт жарығына үңілді. Қамқа бағып отыр. Хат оқушының түсі қуқылданады. Қамқа шошыды. Аман-сау жатқан көрінеді ғой дей салды Қалшабек. Құлағымның мүкісі жоқ, неге естіртіп оқымайсың деді Қамқа. Естіртіп оқысам, дауыстап пәле қылмайсың ба? Ойбай, бір нәрсені былш еткізе салғалы тұрмысың, деп қарагер әйел түсі қашып демін ішіне тартты. Жоға, тек әшейін, неге көмілжейсің? Шүйіліп қоймадың ғой, балаң іс қиынға айналды депті, облысқа апарып тексереді депті. Ойбай құлыным-ай, сергелденге түсіпсің ғой деп Қамқа барқылдай бастады. Апақ-сапақта жаманшылық шақырма, кебенек киген келеді деді Қалшабектің әйелі.